Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге ағылшын тіліндегі саналатын және саналмайтын зат есімдермен танысамыз, яғни countable және uncountable зат есімдермен бастайық. Қараймыз, countable дегеніміз бұл саналатын, uncountable дегеніміз саналмайтын деген мағынаны білдіреді. Енді қарайық. Countable саналатын зат есімдерде ол зат есімдердің жекеше және көпше түрлі формасы болады. Мысалы, singular және plural forms. Яғни затты көпше түрде айтуға болады, және жекеше түрде айтуға болады. Сондай зат есімдер біз countable саналатын зат есімдер деп атаймыз. Мысалға, she does eat one meal every day. She eats 3 meals every day. Ол күнде бір рет тамақтанбайды, meal дейміз тамақ деген сөз. Ол 3 рет тамақтанады. Яғни бұл жердегі meal деген сөз ол саналатын зат есім, себебі біз оны көпше түрде де қоя аламыз. Келесі uncountable саналмайтын зат есімдер, яғни оның haven't got plural forms, оның көпше түрдегі формасы жоқ. Мысалға, lemon juice makes salads tastier. Лимон соғы дегеніміз ол саналмайтын, себебі біз лимонның соқтары деп көпше түрде айта алмаймыз. Happiness is important to people. Бақыт адам үшін маңызды. Бұл жер бақыт дегеніміз бақыттар деп көпше түрде айтуға келмейді, яғни бұның көпше түрдегі формасы жоқ. Сондықтан бұл uncountable санауға келмейтін зат есім болып табылады. Келесі, енді осы саналатын және саналмайтын зат есімдермен қолданылатын сөздерге тоқталып өтейік. Қараңыздар, a lot of және lots of бұл екеуі де саналатын және саналмайтын зат есімдердің екеуімен де қолданыла береді. Түсінікті, иә? Мысалы, there are lot of или lots of restaurants here. Түсінікті, иә? Яғни бұл саналатын және саналмайтын зат есімдермен қолданыла береді. Келесі, a few және a little. A few-ді біз тек қана саналатын зат есімдермен ғана қолдана аламыз. Оның мағынасы кішкене азырақ деген мағынаны білдіреді. Және бұл хабарлы сөйлемде қолданылады. Мысалға, I would like a few potatoes, please. Маған кішкене картошка беріңізші, өтінемін. Яғни бұл жерде бұл көпше түрде қолданылып тұр, және бұл саналатын potatoes деген картошка саналатын зат есімдердің алдында қолданылып тұр. Керісінше, егер де саналмайтын зат есімдердің алдында біз a little-ды қолданамыз. Мысалға, және ол хабарлы сөйлемде қолданылады. Мысалға, I would like a few potatoes with a little cheese, please. Бұл жерде a little-ді cheese-дің алдында қолданып тұрмыз. Сыр деген сөздің алдында, себебі сыр бізде саналмайтын зат есім. Яғни екеуінде мағынасы бір, кішкене азырақ деген мағынаны білдіреді, бірақ мынау бізде саналатын зат есімнің алдында, мынау бізде саналмайтын зат есімнің алдында қолданылады. Келесі, many, much. Бұның екеуінде мағынасы бір, бұл екеуде көп деген мағынаны білдіреді. Бірақ, қараңыздар, many дегеніміз саналатын зат есімнің алдында қолданылады, much дегеніміз саналмайтын зат есімнің алдында қолданылады. Және де, мысалы қараңыздар, are there many restaurants in your town? Сенің қалаңда көп деген ресторандар бар ма? Ресторан саналады, countable, сондықтан біз оның алдында many қолданамыз. Ал much-ті, there isn't much salt on these chips. Salt дейміз тұз, ол санауға келмейтін зат есім. Сондықтан біз оның алдында much, яғни much деген көп, тұз деген мағынада қолданып тұрмыз. Екеуінің мағынасы да көп, бірақ мынау саналатын мен мынау саналмайтын зат есімдермен қолданылады. Келесі, too much, too many. Негізінен біз too much-ті жаңағыдай саналмайтын зат есімдермен, too many-ді саналатын зат есімдермен қолданамыз. Бірақ мына жердегі too деген мағына дегеніміз бұл тым деп аударайық, өте көп деп аударсақ болады. Мысалға, there is too much cheese on my burger. Менің бургерімде өте көп сыр бар. Артығымен бар деген сөзде. I think too many children eat fast food. Бұл жерде өте көп балалар деген мағынада қолданып тұр. Мынау бізде саналмайтын зат есіммен, мынау бізде саналатын зат есіммен. Тым көп балалар, немесе тым көп сыр деген мағынада. Келесі, not enough. Бұл керісінше жаңа too much пен too many-дің антонимі, яғни бұл жеткіліксіз деген мағынаны білдіреді. Яғни бір нәрсені азырақ, жеткіліксіз екенін айту үшін қолданамыз. Біз бұны саналмайтын зат есімдермен ғана қолданамыз, және көпше түрде. Мысалы, some people don't eat enough fruit. Көп адамдар жеткілікті мөлшерде жеміс-жидек жемейді. Яғни жеткіліксіз, not enough. Қазір енді практикалық бөлімге көшеміз. Сонымен жалғастырамыз, қараймыз. Мына жерде бос орынға дұрыс жауапты қоюымыз керек. Бірінші, she watched TV for hours. Яғни ол теледидар қарады, сағаттар, яғни көп сағат немесе аз сағат қарады. Суретке қарап тауып, түсін үш вариантын біреуін таңдаймыз. Much, a little, немесе a few. Қалай ойлайсыздар?
Бұл жерде жауап a few болады. Себебі hour сағат деген саналады. 1 сағат, 2 сағат деген көпше түрде формасы бар. Сондықтан бұл countable санауға келетін зат есім. Ал біз much'ты санауға келетін зат есімін қолдана алмаймыз. A little'ды да қолдана алмаймыз. Яғни бізде бір-ақ вариант қалады. A few. Енді бір жауап a few болады. Келесі. There were people at the match. Яғни матчта адамдар болды. Көп деген 3 варианттың біреуін таңдаймыз. Much, a few, немесе a lots of. Бұл жерде де бізде жауап a lots of, яғни көп адамдар болды. Неге? Бұны таңдап себебі матч келмейді, себебі адамдар санауға келеді, ал матчты біз санауға келмейді зат есімін қолданамыз. A few дегеніміз бұл жерде азырақ деген сөз, бірақ суретке қарап адамдардың саны көп екенін көріп тұрмыз. Сондықтан біз a lots of people, көп адамдар матчта болды деп қолданамыз. Келесі. I have got tomato sauce. Менде томато несі бар, соусы бар. Не қолданамыз? Many, a few, немесе much. Бұл жерде соус деген сөзден аударударымыз, бұл бізді саналмайтын зат есім. Сондықтан оның алдында біз many'ді қолдана алмаймыз, a few'ді қолдана алмаймыз. Бізде much деген бірақ вариант қалады. Яғни дұрыс жауап much. Much tomato sauce. Менде өте көп томато соусы бар. Келесі. Is there butter on the toast? Бұл жерге жетіспейтін сөзді қоямыз. A few, a little, many. Butter дегеніміз май. Бұл санауға келмейтін зат есім. Бізде майлар деп көпше түрде айта алмаймыз. Сондықтан a few деген саналатын зат есіммен қолданады, many де саналатын зат есіммен қолданады, яғни бізде бірақ вариант қалады. A little butter on the toast деп айтамыз. Соңғысы, it's going to rain. Жаңбыр жауғалы жатыр. There are clouds in the sky. Аспанда көп бұлттар бар. Қайсысын қолданамыз? Many, a little, немесе much. Дұрыс жауабы many, себебі clouds бұлттар көпше түрде қолданылып тұр, сондықтан бұл саналатын зат есім, ал саналатын заттың есімнің алдында біз many'ді қолданамыз. Сонымен бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.